Сәлем қыздар, сіздермен Алима. Бүгін сіздерге өте оңай әрі дәмді кекс пирогын жасайтын боламыз. Бізге керегі барлығы үйде бар заттар, тек бізге айран ғана қажет болады. Өте осындай пышный болып пісетін болады. Бір жасағаннан шығатын пирог. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Шұңғылдау ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып саламыз, одан кейін айранымызды құямыз. Венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз, бірдей масса болғанша. Егер де сіздерде мегінде венчигі жоқ болса, үйлеріңізде кәдімгі үйдегі вилканы қолдансаңыздар болады. Содан кейін шетінен қантымызды салып отырамыз, тура видеодағындай. Қантымызды бір 4-5 бөлікке бөліп саламыз. Салып жақсылап араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйғаннан кейін ұнымызды шетінен қант сияқты салып отырамыз. Менің ұнымның ішінде разрыхитель мен ванилинді салып қойғанмын. Ванилин салсаңыздар, дәмі иісі ерекше шығып, дәмі де бір өзгешелік болады, магазиндікінде болады. Осы кекстің ішіне мейіздер салсаңыздар болады, немесе жаңғақтар салсаңыздар да болады. Біздің бала жақсы көрмегендіктен мен салмайтын болам. Ыдысымызды жақсылап міндетті түрде біріншіден жақсылап майлап аламыз, содан кейін смесімізді құйып, қызып тұрған 200 градустағы пеште 1 сағат пісіреміз, қыздар. Пешіміз міндетті түрде қызып тұруы қажет. Пирогымызды шпажканың көмегімен тексеретін боламыз, піскен, піспеген. Егер шпажкаларыңыз құрғақ болып шықса, онда піскен деген сөз. Құрғақ емес болып шықса, онда піспеген деген сөз. Менің кексім ровно 1 сағатта пісті. Осындай пышақтың көмегімен ыдысымыздың жан-жағынан босатып аламыз. Ол міндетті. Кекстеріңіз жабысып қалуы мүмкін, бір шетіне май тимей қалып. Міне осындай керемет болып көтеріліп пісті. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығатын кекс. Егер видеом сіздерге ұнаса, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.